Сосын жабық жүрген тәрбиелі қыздарды көрсең ішің күйеді. Оларға қарап, арабтың киімін киіп алған қазақта ондай болмаған дейсің. Ей, сен тарихты білесің бе өзі? Қазақ қызы ешқашан ашық-шашық жүрмеген. Шашын өріп, маңдайын жауып, кимешек киіп, ұятпен жүрген. Бұрын атаңның үйіне қыз шолақ шортимен кірмек түгілі, тізесін көрсетсе, ауыл дүр ете қалатын. Ұяттың үні шықса, бүкіл ел тоқтап тыңдайтын. Ал сен хиджабты көрсең тітіргенесің. Айтайын ба неге екен? Себебі ұятты көргенде өзіңнің арсыздығың есіңе түседі. Тағы келіп алып, бетің бүлгетпей, бұл арабтың киімі деп ақталасың. Қайдағы арапты айтып тұрсың маған? Аузыңа ие бол. Ол бабаңның ұстанымы, Құдайдың бұйрығы. Сен хиджаптан емес, тәрбиеден безіп отырсың. Сен сияқты арсыздардың кесірінен тәрбиелі ұяң қыздар артта қалған болып көрінеді. Сендер жалаңаштанып алып, бүкіл қазақ қызын ұятқа қалдырып отырсыңдар. Тәрбиелі қыздар бар, шүкір. Солар арқылы елдің үміті тірі. Ал сен соның